Сәлем достар, Айкөркем Ерболекова арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біздер қазақтың ұлттық тағамы жөргемді дайындайтын боламыз. Жөргем әрбір қазақ дастарханында. Атауы қалыс қалғанымен жасалу жолы, дайындалу бізге белгілі ішек қарын. Негізі ұсақ малдың тоқ шегі мен қарыннан жасалатын болған. Өкінішке орай көбіміз ішек қарынды көп пайдалана бермейміз. Ішек қарынның бойында түрлі дәрумендер болады. Қарынды тоқ шекпен өру үшін ұзынша етіп, қырқып немесе кесіп аламыз. Қарын тоқ шектің дәмімен үйлесуі керек. Табаққа салған кезде де сән беріп тұрады. Бұрын ата-бабамыз сый табаққа да жөргемді салатын болған. Әсіресе құдаларға, сыйлы қонақтарға тартады. Ол бір қарынның ішінде жатқандай араласып, құраласып отырайық деген мағынада. Жүргенге жөргем ілінеді деген ата-бабамыздың да керемет бір сөзі бар. Бұрын ашаршылық кезінде тау қияға, ағаштардың бұтақтарына іліп кететін болған. Азық іздеп жол кешкендерге азық болса керек. Жолаушы жүрек жалғап діттеген жеріне аман-есен жетсін деген ниет болса керек. Ұлттық тағамымыздың қай-қайсы болса да мәнді мағыналы. Сондықтан да достар, ұлттық тағамымызды міндетті түрде дәріптейік, қолданайық, ысырап қылмайық. Әрбір үйлесім, әрбір шаңырақтың дастарханында жөргем табылсын. Менің арнама қосылып, қоңыраушаны басып қойыңыз.